Кеттік ал мотор. Айси, басқа жерге барып машинаға. Ой, бәріне сәлем достар, сендермен бірге Темірлан. Бүгін біздің Сливки шоу каналындағы лайфхактар тексеру басталды. Так, енді Сливки шоу каналының лайфхактарын тексеру үшін ол мына лайфхак көргіміз келіп тұр. Если у вас сели батарейки на пульте от телевизора и есть только одна новая батарейка, скрутите палочку из фольги и вставьте ее на пустое место. Пульт все равно будет работать, и этого должно хватить, пока вы не купите вторую батарейку. Сендердің көргендеріндей, бұл пультпен арналған, егер сендердің пульттарында батарейкалар бітіп қалса, сол жерге просто фольганы аласыңдар да, саласыңдар. Қазір мен досым, қазір фольганы лақтырсын. Сосын пульт лақтыр. Достар, қымбат телевизор жай бере салшы. Ертеңіз. Жеп салшы. Міне, сендердің көрулерің бойынша қазір камера бет жақындай. Что-то ты долго делаешь. Міне, пульт көріп тұрғандарындай, пультта бірақ батарейка. Значит, что ол істемейтін. Қазір сендерге изучение бару керек. Міне қараңдар, фольганы аламын. Фольганы аламын. Ондай фольга. Алында сынандай жұтып аламын. Нормально. Міне жұтып алдым. Сөйтіп бұрайын. Бұрайын да. Екіге бүктеймін. Бүктеймін. Қайсам. Қазір сендерге қарай излучение бару керек. Қара. Бар ма? Бар ма? Қазір достар. Қазір достарымдар, қазір телевизорға қаратамыз камераны. Шақыртылар. Қараңдар. Мынау біздің пульт ішінде фольга. Алам. Қазір тостырыңдар. Кішкене дұрыстап істеп жейік. Міне қараңдар. Сол баяғы пульт. Мен айнал. Жарты сағат өткеннен соң. Істеу керек қой, по идее. Физика ғой, обычный қалайсың. Достарымды қазір басқа тағы батарейка салып көрейін. Блин, может басқа батарейка салып. Может басқа батарейка салып. Қазір басқа фольганы салдым, енді көтерейік. Неге істемейді? Егерде қазір фольганы алып, жай батарейканы салсам, не істеп тұр? Так, достар, на лайфхак либо фольгам жаман, хотя бы обычный фольга. Сливки шоуда обычный фольга деген, то есть
үйде қолданатын фольга, тамақ істеуге қолданатын фольга, разница жоқ деп ойлаймын. Бәрібір екеуі істедім, екеуінде мынау вообще толстой болды. Толстыдан тоқ күштірек өту керек деп ойладым. Мынаны істедім, мынау да істедім. Либо мен пультым дұрыс істемейді, либо мына пультқа ондай не прокатит, либо мына фольга жаман. Сондықтан да мына лайфхакты сендер жаман лайфхак тексеретін адам ше. Мен тексердім, жақсы жаман айтпайым ше, просто сендер көрінеді. Жоқ, достар, егерде сендерде осындай жағдай болса, бір батарейка болып, достар, ол жерде новый батарейка айтқан ғой, есің ба? Новый батарейка, бір новый батарейка болса, білім, менде қазір мүмкіндік жоқ магазинға барып бір новый батарейка алатын. Сондықтан да бұл лайфхакқа мен өзімнің басымнан кішкентай плюс, кішкентай минус бар. Өйткені бұл мен тексере алмадым до конца. Ол либо мынандай батарейкаларға не прокатит, либо пульт жаман, либо фольга жаман. Так что, может, сендерде нормально болады. Достар, біз екінші лайфхакқа көшеміз. Екінші лайфхакты бірінші көріп алайық. Кеттік. Так, достар, сендердің көріп тұрғандарындай бұл лайфхак настоящий шпиондарға арналған. Кеттік. Әрі қарай. Бізге керегі су, лимонный кислота. Оны ашамыз. Блин, мына жақта кесетін жақта кетті. Ашамыз. Аламыз. Шашамыз. Сосын араластырамыз. Так, достар, мына уже лимонный су. Қазір мына дәптер керек. Дәптер немесе А4-дің беті, менде А4 болған жоқ, сондықтан мен дәптердің бетін алдым. Вайрс, қатесін артық келмейді. Дәптер беті. Жыртайық. Аламыз. Сен камерада тұрған жігіт мен жанына келіп нәрседен сұрасың ғой. Или хотя бы осы жерде. Бұл жерге лимонды суға кисточканың орнына мынандай алдым. Соны аламыз да, матырамыз да. Сиқырлы сөздер жазамыз. Так, достар, енді бұның кеткен күтеміз. Достар, тағы бір 20 минут өткен соң, енді қазір аламыз да, зажигалка. Зажигалкамызды мына сөзде қыздырамыз. Зажигалка шығады. Так, шоқлаған сәт, әсімсің бар. Просто он қажет, смотри. Достар, лимонный кислотаны көптеу қосу керек қойым. Қазір біз тағы да лимонный кислотаны қосамыз да, тағы араластырамыз да. Жаңа бетті аламыз да, жаңа бетке бағанағы сөз жазамыз. Сондықтан да қазір сендерге 1 секунд болады, амаған тағы 5 минут болады. Достар, міне, бізге 5 минут өтті, сендерге 1 секунд өтті. Так что аламыз, лимонный кислотаны кезек. Бесіктен тағы жазайық. Екінші попытка түгілі болады деген ойдамын.
Достар, кепті деп ойлаймын, біз жаңадан мына жерге түгел лимонный кислотаны салдық та, дұрыстап араластырдық та, чтобы концентрация үлкен болсын еді. Енді қазір зажигалкаға свеч алдық. Свечаны аламыз да, енді көрек либо істейді, либо істелмейді. Міне көрініп келе жатыр енді. Достар, жаңа бізде проблемалар қалды, сондықтан ары қарай жалғастырамыз. Мен қараңдар, мынау 1 деген сан, мынау ерлан дегенде екінші тұрған әріп, мына жерде е тұр, мына жерде о тұр. О емес, мың деген сөз. Мына жерде 1, 2, 3 тұр. Қазір мына жерде е деген санды шығарып көрейік. Главное жағалма. Мынандай лайфхакты үйде қайталамаңдар. Өте опасный лайфхак. Көріп тұрсыңдар ма? Міне, е деген әріп шықты. Е. Түсіңдер. Міне, е деген әріп шықты. Үсті екен. Так, мына жерде т деген әріп шығу керек. Шамандар сияқтымыз, шаман мен т деген әріп толықтай анық көрінеді. Егер де сізде достарына тайный посылкаға жібермеген десе, осылай лимонный кислотаны алып, суға ерітіп, араластырып, ертіп, содан кейін қағазға жағып, қағазға отқа қойсаңдар істейді. Сонымен біз 3-ші лайфхакқа көшеміз. Ал достар, біз 3-ші ақырғы лайфхакымызға көшеміз. Ол үшін біз бірінші видеоны қарап. Часто бывает, когда спички отсырели и приходят в негодность. Зажгите обычную свечу, подождите, пока растает воск, и погрузите туда спичку. Воск защитит головку спички от влаги, и она сможет зажечься даже после полного погружения в воду. Так, достар, видеода көргендеріндей бізге ол үшін свеча керек, сосын спичка. Спичканы аламыз. Ой, бірінші бір жерде айтылған, егер де сендердің спичкаларын ескіріп, жаман болып кеткенде кейде жанбай қалады. Біздің спичка әлі жанады. Сосын басқа заттар жандырады. Енді қазір маған су керек. Лайфхакта айтылған, мен тексергім келіп тұрған, воскқа салған соң жағаламам, өйткені воскқа салған соң слой воск болады, сосын хотя жағалар шығар. Ал көрейік, спичканы тағамыз. Біріншісі бірінші салып көрейін. Екіншісі Масик жақын тұрсын. Чтобы близкий кадр.
Но екіншісі толықтай воскқа салынған. Бұл тарапта. Екіншісін етеміз. Ай, воск толып кетті. Ай, қатып қалды. Ойлағым, қожам жандар жүрмейді. Міне, мынау воск. Аңсып қойыңдар. Мына жер воск кетті. Так, достар, өше салайық. Ай! Блин, ну надоело. Үйді қайталамаңдар, тағы да айтам. Қайтасаңдар, ата-аналардың жандарында қайталамаңдар. Қалай ойлайсыңдар? Қазір, егерде мен екі засоқшы спичканы алып, воскта тұрған, екеуін алып, суға түсіріп, алып, сосын суға түсірген соң алып, мына жерге жақсам, жанама. Өз ойларымды видеоны паузаға қойып, комментарияға жазып кетіңдер, мен қазір тексерем. Жанса, мынаны өзімен бірге походқа алу болады, немесе ауылға кеткенде, ауылдан бір жерге кеткенде, воскқа айналып сосын зато сен речкаға байқамай құлап түскенде, сен спичканы жанып тұрады. Егерде орманда адасқасаң, сосқа чрезвычайный ситуацияларға арналған, ал крик жанса қазір күшті болады. Достар, бір суға. Мен суға салдым, алып шықтым. Енді так, достарымдар, мен екіншісін салып көрейін. Екіншісі воскта. До конца емес, мен басын салып көрейін. Міне, алдық. Ал енді көрейік. Көрдіңдер ме искра? Міне. Менің доказать еткім келгені осы. Ал достар, егерде сендерге менің осы лайфхактар тексеру рубрикам ұнаса, сендер осыған лайк басыңдар, комментарияға жазыңдар, жалғастыра бер, ары қарай деп. Сосын тағы да басқа рубрикалар баста деп. Ал сосын біз ары қарай дами береміз. Осы жақында жынды монтаж жасасам, өйткені осы жақында жынды ноутбук алып, соған обзор жасайм. Егер сендерге айфонның оригинальный наушник керек болса, то есть оригинальный AirPods пен, сосын не оригинальный подделка AirPods пен тексерген қалсаңдар, сонда осы видеоға лайк басып, сосын достарына таратыңдар. Өйткені маған қазір поддержка керек. Сосын менде таныстарым көп, мен көп заттарды алып сендерге көрсетуіме возможностьым бар, мүмкіншілігім бар. Сондықтан достар, енді сендер қолдайды деген үміттемін. Енді арты осылай. Қазір әдемі аяқтан қазір көресіңдер. Ал достар, енді арт осындай, жақында бетін көрейін. Ал достар, енді арты осындай. Келесі видеода көріскенше сендермен қолдайды деген үміттемін. Егер де сендермен каналыма жазылмасаңдар, обязательно жазылып қойыңдар. Сол енді видеолар көбірек шығып отырады. Сосын үлкен качествомен. Сол, егер де реклама алуларың келсе, инстаграмға жазыңдар. Міне мен инстаграм, міне мен түсіріп тұрған досымның инстаграм. Сондықтан да көргендеріне, өз уақыттарını бөлгендеріне рахмет.